Сәлем достар, егер қойыңыздың мұрнынан маңқа ағып, сонымен бірге қан аралас маңқа ақса, қатты пысқырып, басын артқа қарай жіберіп, бейне мұрнына жыбырлатқыш бірдеме кіргендей тынымы кетсе, онда ол қойлардың мұрын құртының асқынған түрі. Ондай кезде паразитке қарсы ауыздан құятын паразит құрттарды өлтіретін дәрілердің көмегі тие қоймайды. Ал енді ол үшін не істеу керек? Видеоны бастамас бұрын лайк басып, арнаға жазылып, достарыңызбен бөлісіп, қолдап қоюды ұмытпаңыз. Сонымен қатар Қазвет YouTube арнасына өтсеңіз, жануарларда кездесетін індеттерді қалай емдеу, қалай алдын алу туралы, сонымен бірге мал шаруашылығына қатысты құнды ақпараттарды көре аласыздар. Арнаға жазылып, қазақ тілді YouTube арнаның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Мұрынқұрт індеті қойлардың бүгелегінің балапан құрты. Ол қойдың мұрын қуысына, маңдай қойнауына және мұрын қойнауына кіріп, онда әрекеттену барысында ондағы тікенектер мен ауыз алды қармақшасының жарақаттандыру салдарынан мұрны қабынады. Сөйтіп қойдың мұрнынан көп мөлшерде жалқақты ірің ағады. Асқынған кезде қанда араласады. Көп мөлшердегі сірнелі зат танауының айналасына қатып, қабыршақтанған кезде қойдың тынысы қиындайды. Бұдан сырт қойдың тынышы кетіп, түшкіріп, кейде басын шайқайды. Мұрнын үйкейді, көзі ісінеді, көзінен жас ағып, тәбеті азайып, күн сайын арықтайды. Ал енді осы індетке көмектесетін бұл дәрінің аты 90%-лық дибайчун. Бір пашка дәріде 70 грамм ақ түсті ұнтақ дәрі болады. Осы ақ түсті ұнтақты 2 литр суға езіп, бір қойға 20 миллиден, 2 танауына 10 миллиден жібереміз. Бұл дәрінің күштілігі соншалық мұрындағы құртты бір жолда өлтіреді. 2 рет істетудің керегі жоқ. Көңіл бөлетін істер бұл дәріні әсте қойдың аузынан құйып, аузынан ішкізуге болмайды. Ондай жағдайда малыңыз уланып өліп кетуі мүмкін. Сондықтан істеткен кезде тек қана мұрын қуысына жіберулеріңіз керек. Ал енді бұл дәріні қосымша ауыл шаруашылық дақылдарының да құртын өлтіруге жиі қолданылады. Дәрі керек болса, мына нөмерге хабарласыңыз. Қазақстанның кез келген жеріне салып береміз. Видео пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Мал шаруашылығына қатысты құнды ақпараттармен бірге жануарлардың індетін емдеуге арналған өнімі жақсы дәрілермен үнемі бөлісіп отыратын боламын. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.